Адамды Аллах Тағала ардақты қылып жаратты. Біз мұсылманбыз, Құдайға шүкір. Үлкендерімізге, ата-аналарымызға, әжелерімізге Аллах Тағала өмір берсін. Бұл жан тапсырудың өзінде исламда көп әдебі бар. Көп ақсақалдар, мынау Құдайға шүкір дәрігерлер, Алланы таныған дәрігерлерге рахмет. Енді болды, енді ақсақалды үйге апара беріңіздер. Бұл жерде қайтыс болып кетсе, кеседі, басқа болады деп соған өсиет қылған дәрігерлерден де Алла разы болсын. Үйге апар дейді ғой. Өйткені үй таза да. Сол жан тапсыра тұрған жерлерде де мынау ислам өлкелерінде жақсы көңіл бөлген. Имамдардың дем салуы, адам жан берерде оны оң жақпан жатқызу, мүмкін бауыры ауыратын болса, шалқасына жатқызып, артына жастық қою. Кейіннен ең жақсы көре тұрған адамдар болу керек. Баласы, бауыры, мұсылман болса да бір жақтырмай тұрған біреу бар, оны кіргізбеген жөн. Сөйтіп оған кәлиманы айт демеу керек. Жан беру қиын. Құлап қалсаң да, аяғың ауырып жатса, біреу кеп бісміллә де, сабыр қыл деген сөзде мүмкін басқа сөйлеп жүру мүмкін да. Оған жылы сөйлеп, екі адам бір сөйлескен болып, әңгіме айтып жатқан болып, ағамыз машалла жағдай жақсы жазылып кетеді. Бұл кісі ақиқат сөйлейтін еді. Әйтеуір адам баласының бір Құдай сүйер қылқы бар ғой, соны айту керек. Намаздан қалмайтын еді, оразаны тұтатын еді. Аллах Тағала кетсе рахматын алады деп, арасында сол ла илаха иллаллах Мұхаммаду Расулуллах, ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мұхаммадан абдуху расулуллах деп. Ауызына суды неғып тұру керек. Ауызына су тамызатын адам қалмады дейді, Құдай сақтасын, мақтаменен. Иблистің уасвасасы бар, сакратул маут бар. Сөйтіп арасында айт демес, ескертіп тұру керек. Ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мұхаммадан абдуху расулуллах деп. Ол бір мәрте айтса, ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мұхаммадан абдуху расулуллах десе, немесе қолына ишара болса Құдайдың бір екені. Болды, ол кезде не қылмау керек? Тек жақсы сөздермен. Енді жан бергеннен кейін білесіздер, бізді бүгінгі күнде мына ислам қалай жерленіп жатыр, мұсылмандар. Осы жерлену Адам алейхиссаламнан бастап келе жатқан жерлену. Адам алейхиссаламды қайтыс боларда айтылады, Адам алейхиссалам бір жемісті жегім келді, бір жемісті. Бірақ қандай екен білмеймін. Балдарына айтады дейді, сол жемісті тапсаңдар деп. Сонда балдары шыққан кезде, білесіздер, Адам алейхиссаламның балдары Хауа анамыз 40 құрсақ көтерген дейді. Әр құрсақтан бір ұл бір қыз туылған, бір ұл бір қыз. Жолға шығайын деп атқанда, періштелер келді дейді, қайтыңдар. Адам алейхиссаламның не? Бұл дүниеден өте тұрған кезі келді. Ол сағынып атқан жемісі, ол жәннаттағы жеміс. Бұл дүниеде жоқ ол. Соны жегісі кеп жатыр. Адам алейхиссалам жан берді, періштелер жуындырды, кепіндеді, жаназасын оқыды, сөйтті да не қылды? Жерге қойды. Жерге қойды. Осы жерлеу сендерді адам баласының ұрпағының жерлеу дейді. Кейін әр түрлі нелерменен басқа не қылмай-ақ қояйық, Құдай сақтасын. Ең жаманы мынау өртеу, Құдай сақтасын. Адамның денесін өртеу. Әмін архамдулилlah, біздің бабамыз о заманда мұсылман, біз сол қара жерге қою. Өйткені адамды топырақтан жаратты, сол топыраққа кетеміз. Адам алейхиссалам жерленді. Адамдардың абзалы, жаратылыстың абзалы пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам жерге қойылған екен, бәріміз сол не?
сол топыраққа қойыламыз.